Ахмет Байтұрсынов неге өзінің ең танымал шығармалардың бірін Маса деп атады? Маса әлсіз жаратылыс. Маса кейбір кезде ызыңдап біздің ұйқымызды қашырады. Масаның шаққаны ашты. Бірақ кейбір кездері адамның надандықтан ояну үшін, адамды қалың ұйқыдан тұрғызу үшін бізге Масаның ащы шаққан сияқты осындай әрекеттер қажет. Қазақ зиялылары, алаш зиялылары қазақ халқын терең ұйқыдан ояту үшін, надандықтың әсерінен кетіру үшін Маса сияқты болып Ахмет Байтұрсынов халқын оятуға тырысқан. Міржақып атамыз болса, оян қазақ деп бүкіл қазақ халқын оятуға, надандықтан арылуға әрекет еткен болатын. Тіпті біле берсеңіздер, қасиетті Құранда да Алла тағала Муддассир сүресінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға «Я айюхал муддассир құм фа анзир» деп ескерткен болатын. Ей бүркеніп жатушы, тұр, ескерт деген. Осы арқылы кейбір кездері біз білуіміз керек болған нәрсе, досымыздың жылы сөзіне қарағанда кейбір кездері біз үшін Масаның ащы шаққысы хайырлақ болуы мүмкін.